Сіздің туған сіңіліңіз бар ғой? Иә, Жания бар, Дина бар. Жания, Дина? Дина бар, Жания бар. Дина бар, Жания бар. Пысықтауы Жания. Пысықтауы Қазір Жания. Іңкәрдің орнында Жания. Пысықтауы деп бүйтіп айттыңыз ғой. Соның күйеуі? Аңсар. Яғни күйеу балаңыз. Иә. Мұнан точно айта берек. Күйі қысқа, олар немен айтқан? Кәне? Олардан бәрі шығады, олар андай ашықтар. Жақсы, ал дайындалыңыз. Сіздің туған сіңіліңіздің күйеуі, яғни күйеу балаңыз Аңсардың туған күні қашан? Все, қарапайымдылық осымен бітті. Звезда подключается. Аңсардың сіңілімнің туған күні 22-ші. Сіңіліңіздің бұл жерде қатысы жоқ. Бұл жерде сіңіліңіздің күйеуі Аңсар. Вариант ответтерді айтайын ба? Давай, айта бер. 10 маусым 1986, Б. 9 тамыз 1987, С. 5 ақпан 1987, Д. 8 шілде 1987. Туған күйеу балаңыз. 9 шілде 1987. Зорға есіңізге түсірдіңіз. Шапалақ құрмет қошеметтеміз. Дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс емес. 8 шілде. Сіз 9 деп атсыз. Я сол екіншісі ма? Жаңа екіншісі айтқан. Білмеймін, өзіңіздің күйеу балаңыз ғой, маған не дейсіз деді. Енді білмейді екем, иә. Болды, меңіз. Болды. Бұл жерде енді бүгіннен бастап сізге күйеу бала емес, қайнапасы күйеу баласының туған күнін білмейді деген, бұл енді масқара. Ал құттай бір шаруа бірдеңе болып қалса, Аңсарчик деп сразу звондайсыз да, а туған күн білмейсіз. Что такое? Что за қайнапашка такая? Звезданутая. Или жұлдыз ауруымен ауыратын қайнапаң бар, Аңсаржан. Кеткі ал. Ал кет.